Сәлем достар, бүгін бізде travel vlog. Біз Астанадамыз және де Абу-Дабиге ұшамыз. Міндетті түрде влогты соңына дейін қараңыздар. Сіздерге өте қызықты болады деген ойдамыз. Друзья, с вами программа «Орел и решка». Мы тут увидели вот эту карту и ждем автобус. Оплата и... келдік. Айтады қандай болу керек екен. Вот мына жерде вайс-ректор кастомаж алабыз, содан кейін аэропортқа барамыз бұйырса. Локация заказали вот. Енді аэропортта барамыз. Артында бәйте қалай екен? Астана орайы неге есім ұтып кетті? Не екен білмеймін. Нет, без аэропортқа келдік. Астананың вот осындай регистрация өтеді. Басқа ештеңе айтпайсың ба не? Өте керемет көңіл емес. Бізді қайшымыз алып Да, с рисуночкой на момент посадки поместить в рюкзак. Хорошо. Регистрациядан өттік. Билетімізді алдық. Енді Абу-Дабиға ұшамыз. Фамилияны көп тұрады. Сумкалар осылайша. Үстіп аламыз. Біз қазір внимание, не обращайте без отзывов. Здесь бізге орынды. О, окна бермейді. Бермейді. Орнымыз қаяқта? Енді кірінде бара жатырмыз. Самолетқа отырдық. Жалымыз ағайымыз солсы болып қағымыз. Ladies and gentlemen, Captain speaking. My name is Juan. Together in a flight ticket with Milos. Biz aeroporttan tuvaletine gidiyoruz. Aranızda ministeri koşuyor үшін арнайы келдім. Осында есік жабылады, тоқтап аласыздар. Мынандай айна, раковина білмеймін, тұр. И, собственно, жерде темешек болмайды, штраф тұр. Вот еще осында. Алда Абу-Дабиға қондық. Осындай алдын орында отырдық. Аяқты созып қойып прям. Жерде еще мындай нишкада, доска. Күшті болып бардық. Прям келдік ауасыз. Еще ыстық. Ну, онан ішіне білмейді. Қазір сыртқа шыққанда мен уже әлім болмайды түсіруге, кажется. Finally, we are in. Ощущения у вас какие? Меникқа келдік, тек қамға ауыстырып жатырмыз. Change, please. 1000. So this girl has first change range. Сыртқа шықтық, ауа ужасный. Будто бы в парилку начал на машина, как Поэтому на все аэропорта ешқашан ақша айырбастамау керек, и айырбастаса крупный сумма айырбастамау керек, потому что өте көп такс деп алып жатады. И бізде телеавтобуспен баруға, но каким-то образом аэропорттың бүкіл карточка беретін жерлері істемей қалады, и біз таксимен бара жатырмыз. Бізде уже осында болды сезгеннен прямо баняға ұқсап кетті деп. Өзім сезгендей болдым, аэропорттың ішінде нормальный сыртқа шықсаң, кәдімгі баняда сияқты онда. Да, машинаның ішінде қарасаңыздар, мынандай осылай буланып тұрады машиналар. Дабл бед. Түнгі 3:30 Абу-Даби уақытымен біздің рум. Рум турды ертең жасаймыз. Бүгін шаршап жатырмыз.
Еще повар. Ертеңгі влогта біз мешітке, осы Абу-Дабидегі ең үлкен мешітке баратын боламыз, сондықтан да міндетті түрде біздің влогымызды жіберіп алмай көріңіздер. Құрметті достар, осымен біздің Абу-Дабидегі бірінші влог аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!